Мен Қаратау құрылыс техникалық колледжінің 2-ші курс студенті Кәзім Ерсұлтан техникалық және кәсіптік білім беру студенттеріне еңбек адамы Сайрамбай Дүненбаевтың еңбек жолын насихаттауға арналған облыстық бейнеролик байқауына арналған ауданның атын шығарған тұлға атты бейнероликті ұсынамын. Сайрамбай Дүненбаев Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласындағы белгілі қайраткер, мал шаруашылығы саласының дамуына елеулі үлес қосқан тұлға. Көп жылдар бойы өңірде еңбек етіп, ауыл шаруашылығын дамытуға зор еңбек сіңірген. Сайрамбай Әлімқұлұлы 1965 жылы 1 сәуірде Жамбыл облысы Луговой ауданы Алғабас совхозы Жарылысу бөлімшесінде дүниеге келген. Сайрамбай Дүненбаевтың өмірі ауыл шаруашылық саласымен тікелей байланысты. Ол қарапайым малшы отбасынан шыққан. Еңбек жолын ерте жастан бастап тәжірибелі мал өсіруші ретінде танылды. Дүненбаев еңбекқорлығы мен біліктілігінің арқасында ауыл шаруашылығында көптеген жетістіктерге қол жеткізіп, мал шаруашылығын жаңа деңгейге көтерген. Сайрамбай Әлімқұлұлы Қазақстандағы ең үлкен мал шаруашылығы қожалықтарының бірі Шәушен шаруа қожалығын басқарған. Оның басшылығымен Шәушен шаруа қожалығы Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласында үздіктердің қатарына еніп, жаңа технологиялар мен тиімді әдістер енгізіп, мал шаруашылығындағы өнімділікті арттыруға үлкен үлес қосты. Сайрамбай Дүненбаевтың еңбектері мемлекеттік деңгейде бірнеше рет марапатталған. Оның ішінде Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен тәуелсіздікке 10 жыл мерекелік медалімен, ерен еңбегі үшін медалімен, тәуелсіздікке 20 жыл мерекелік медалімен марапатталған. 2012 жылы Парыз медалімен, 2012 жылғы 5 желтоқсандағы жарлығымен құрмет орденімен марапатталса, 2012 жылы 13 наурызда 3 дәрежелі еңбек даңқы белгісімен, 2013 жылғы 31 қазанда ауыл шаруашылығы саласының үздігі төсбелгісімен марапатталған. Ал 2018 жылы Қазақстанның еңбек ері атағы ерекше орын алады. Бұл атақ ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығын дамытудағы ерен еңбегі үшін берілген. Сондай-ақ ол Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық, гуманитарлық дамуына ерекше үлес қосқаны үшін, аса белсенді қызметі үшін жоғары дәрежелі ерекшелік алтын жұлдыз бен отан орденінің иегері. Сайрамбай Дүненбаев ауыл шаруашылығында заманауи технологияларды енгізуге көп көңіл бөлді. Ол шетелдік тәжірибені меңгеріп, оны жергілікті жағдайларға бейімдеп қожалықты тиімді мал өсіру тәсілдерін қолданды. Мұның нәтижесінде Шәушен қожалығы республика көлемінде танылып, үлгі боларлық шаруашылық ретінде танылды. Сайрамбай Дүненбаевтың ауыл шаруашылығына сіңірген еңбегі мен жаңашыл көзқарастары ауыл шаруашылығы саласындағы басқа да мамандарға үлкен үлгі болып табылады.